Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Бала денсаулығы каналы. Бүгінгі тақырып балалардағы гипертонус және гипотонус. Жалпы баланың бұлшықет тонусы үш түрлі болуы мүмкін. Олар: бірінші тонусы қалыпты, екінші гипертонус, үшінші гипотонус. Гипертонус бұлшық еттің ширыққан күйі. Физиологиялық түрі 3-4 айында өздігінен жоғалады және патологиялық түрі болады. Гипертонусқа алып келетін себептер: құрсақ ішілік ұрық гипоксиясы, яғни ауа жетпеу, құрсақ ішілік немесе туғаннан кейінгі инфекциялық аурулар, кесіртілігімен босану, босану кезіндегі асфиксия, тұншығу, босану кезіндегі жарақаттар. Гипертонус белгілері: ұйқысының бұзылысы, қол-аяғын екі жаққа жазылатын кезде қарсылық білдіреді, қолының жұдырығы қатты түйілген, аяғының ұшымен жүреді немесе басады, жиі кекіреді, құсады. Гипотонус дегеніміз бұлшық етте тонустың болмауы, бұлшық еттің бос болуы. Ол қалай көрінеді? Бала көп ұйықтайды, емгенде тез шаршап қалады, ұйықтаған кезде аяқ-қолдарын екі жаққа жазып жатады, басы былқ-сылқ дұрыс ұстай алмайды, дауысы, жылағаны жай, қолына ойыншық ұстай алмайды, аунауы, отыруы жай жүреді. Гипотонусты анықтау үшін невропатолог, педиатр кеңесі қажет. Үй жағдайында балаңыздың қол бұлшықет тонусын былай анықтаймыз. Баланы арқасымен жатқызамыз. Жатқан қалпында қолының қалпын бағалаңыз. Қолы шынтақ буынында бүгулі ма, жоқ па, кеудеге жақын қояды ма, саусақтары басты жиналған ба, жұдырығын түйген қалыпты ма, жоқ па, жұдырығы қиын ашылады ма. Қолын шынтақ буынында ашып, қайта жабамыз. Бала бұл әрекетке қарсы тұрады ма, әлде еркін ашып жабады ма, бағалаймыз. Баланың алақанына өз саусағыңызды салып, қолын өз өсінде оңға және солға айналдырамыз. Баланың екі қолынан ұстап, қолдарын жоғары көтереміз. Қарсылық білдіреді ме, жоқ па, бақылаймыз. Гипертонус болса, қолы шынтақ буынында бүгілген, кеудеге жақын орналасады. Саусақ бастары жиналған, жұдырығы түйілген болады. Жұдырығын ашу қиынға соғады. Қолын шынтақ буынында жазып қайта жинасақ, қиын жасалынады. Қолдарын жоғары көтерсек, қарсыласады. Ал гипотонус болса, қол бұлшықеттері тым босаң болады. Кез келген әрекетке қарсылық танытпайды. Балаңыздың аяқ бұлшықетінің тонусын былай анықтаңыз. Баланың басын өзімізге қаратып арқасымен жатқызамыз. Аяғын тізе буынында бүгіп, табанын беттестіреміз. Қалыптыда табаны еркін беттесуі керек. Аяқ саусақтары еркін ашылып тұрады. Баланың аяғын өзімізге қаратып арқасымен жатқызамыз. Аяқты тізе буынында бүгіп, аяқты аузына апарасыз. Балаңыз оң және сол жағына да белсенді қозғалады ма? Анықтаңыз. Балаңызға оң және сол жағынан ойыншық көрсетіңіз. Бұл кезде бала екі жаққа да денесін бұрмай, тек басымен бұрылып қарауы керек. Тура осы әрекетті балаңызды ішпен жатқызып тексеріңіз. Ол кезде де бала оңға және солға тек басымен бұрылып қарауы керек. 4-5 айынан бастап баланы ішімен жатқызып, оң жағына ойыншық берген кезде оң қолымен сол жағына ойыншық ұстатсаң, сол қолымен ұстауын бақылаймыз. Арқа бұлшықеттерінің тонусын анықтаймыз. Баланың аяқ-қолын жинаған қалпында өзімізге тартамыз. Қалыптыда бала басын жақсы ұстап, басын бізге қарай көтеруі керек. Бел бұлшықетінің тонусын бағалаймыз. Ол үшін баланы арқасымен жатқызамыз. Аяғын тізе буынында бүгіп, баланың ішіне тигіземіз және оңға солға бұрамыз. Сіздің әрекетіңізге қарсыласу дәрежесін анықтаймыз. Егер де сіздің балаңызда жоғарыда айтылған белгілер кездессе, дәрігердің көмегіне жүгініңіз. Дәрігердің кеңесін алып, жедел түрде массаж жасаңыз. Егер массаж жасай алмасаңыз, маманға апарыңыз. Әдетте маманға әр курс сайын апару қалтаңызға ауыр тиюі мүмкін, сондықтан өзіңіз үйреніп алғаныңыз дұрыс. Бір жағынан анасының баласына жасаған массажының пайдасы зор. Жоғарыда айтылған өзгерістер баланың уақытылы дамуын кешіктіреді, яғни уақытылы аунай алуына, отыруына, еңбектеуіне, жүруіне тікелей байланысты. Негізі, бұлшықет тонусының жоғары болуы қалыпты жағдайда балалардың 3-4 айына дейін кездеседі. Бірақ
4 айдан жоғары бұл белгілер балаларда көрінбеуі керек. Ақпарат сіз үшін пайдалы болды деген ойдамын. Келесі видеоларды жіберіп алмас үшін каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыз.